Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Міне 2024 келді. Грузиядағы бағалар қалай болып жатыр? Барлығын көрсетіп шығайық сіздерге. Біреулер айтып жатыр, енді арзандап жатыр, түсіп жатыр деп. Шынымен арзандап жатыр ма, арзандамай жатыр ма, бірге көрейік бағаларды. Кеттік Грузия. Соңғы кузовтағы RAV4 19 жылғы. Простой дискіде эле комплектация 2.5 19 жылғы. $18,000 сұрап тұр достар, 11,000 миль жүрген. Баға қалай? Бізде долларда түсіп жатыр қазір, баяғындай 480 емес, 453-ге дейін түсіп жатыр. Вариант негізі қазір алып қалуға. 4 VD дейді, 4 аяқты өт, 4 дөңгелек. Резиндері жақсы. $18,000 плюс $1,500 Қазақстанға жетеді көлік. Келесі көлік Honda қасында тұрған. Екілік көлем дейді, 2023 жылға первичка төлемейсіздер достар. Тек утиль мен растаможка. 4-4, 3,000 миль жүрген 22,500. Ортасын қара тоннель. Іштері мата екен. Енді Honda-ның көбінесе CR-сын жақсы көреді. Мынау HR дейтін бұл да жақсы негізі. Honda япошка ғой барлығы. Дөңгелектерін көрдіңіз ба? Тап-таза. Заводскоймен тұр ғой әлі. Кілтпен қызат достар. 23 жылғы кроссовер Honda. Леха дейсің ғой. Без тебя жизнь плохо. 7,000 миль ғана жүрген екен, 28,000 сұрап тұр. 2.5 20 жылғы. Утиль первичка төленеді. Бесключевой старт-стоп. NX ғой. Кожа салон. Негізі бұл қыздарға әдемі кететін көлік. 300H дейді. Гибридный вариант. Қазір көбінесе гибридті де тасып жатыр, қазақтар жайлап үйреніп жатыр. Қазақстан қатты енді салқын емес қой, Атырау, Ақтау, Шымкент дегенде. Сібір жақтарда қатты гибрид енді не дейді? Бұлай жылылау жерлерге әдемі гибрид. Экономичный вариант. Lexus. 70-де көре кетейік, XS мәне тап-таза екен. Дөңгелек новый сияқты. Зор комплектация. Камера алдында да тұр ғой. 360 бар сияқты. 360. 58,000 миль жүрген $27,000 19 жылғы 2.5 көлем. Полный панорама. Бесключевой старт-стоп. Подогрев, вентиляция барлығы бар. Қызыл салон. Дерзкий ғой, дерзкий. Бағаларын салыстырып көріңіздер, жайлап. Ручкамен қағазды алып, жазып, или сотканы алып, калькулятор тырс-тырс көбейтіп $453. Осы міне. Қандай көліктер қызық достар, жайлап комментарияға жазып кете беріңіздер. RAV4 көре кетейік, қазақтардың сүйікті көліктері. XL, AVD. Заводской дейсің. Іштері әдемі екен, ақшыл. Буштартпен барлығы. Люк бар. Бізге бағасы қызық бұның. 17,200 түсет бұлар. Түсіруге тырсамыз. Біздер енді полный саудаласамыз, толықтай. До конца сығып, алманы, лимонды, соңғы заға суына дейін сығасың ғой, сол сияқты. До конца жылатамыз наларды. Соң үстіне 1,500 қосып Ақтауға жеткізіп береміз. Хайландер. Енді Carfax-тері қалай дейтін сұрақ болады шығар бұларда. Carfax жақсысын тауып береміз. Мысалға мынау примерно бағаларын көру ғой сізге. 53,000 миль жүрген 40,500 20 жылғы. Қымбат мынау, тем более 20. Қазір выгодный вариант. Бұндай жылы жаңа көліктер алғыларыңыз келсе, достар, 22-ден бастап аласыздар. 22, 23, 24-ке утиль. Первичка азғантай болады. Первичка азғантай болады. Тек қана жаңағы растаможка утиль төлейсіңдер. Болды. Первичка 170 ба сондай шығады. Сондай варианттарды қарастырған дұрыс. Ең невыгодный вариант қазір 21 жылғы. Потому что утиль төлейсің, первичкаға ілінесің, еще растаможка қымбат болады. Мынау 126 мың жүрген 11,500 16 жылғы 50 естік.
Американдық нұсқадағы AC комплектация. Жаңа айтқандай Carfaxтер қалай дейтін болсаңыздар, бұлар енді бағалар примерно осындай болса, Carfax'ында жақсыларын тауып береміз. Сәл-сәл баға өзгеруі мүмкін, енді арзан затын зорпастатмайды деген бар, жақсы зат енді өз бағасын біледі да. Бірақ енді шынын айтқанда алдыңғыдан жақсы. Өткен жыл осындай 23-тің басында бағалар өте қатты қымбаттап кетті. $1000, $2000. Қазір енді жайлап қазақтар азайғасын осы жерде жайлап баға түсіп жатыр. $34,000 сұрап тұр мына Lexus RX 3.5 объем 16 жылғы. Так, панорама ма? Полный панорама. Іштерін қараш, аппақ әдемі екен. Подогрев, вентиляция барлығы бар ғой бұларда. Проекция жоқ екен. RX 350. Бұл енді 3.5 көлемдерге достар 6 миллион шығады плюс-минус. Полный қазаққа. 2.5-терге 3,5 миллион шықса, 3-тен астыма уже 6 миллион шығады. Так, Toyota, Майота түсіре бермеймін, мына жерде бір Subarik деген көлік тұр екен, Subarik. Ар жағында не келіп тұр бұл? Амбулансы деймін, біреу ауырып жатыр ма не? Мындай көліктер қызық па? Так, әдемі, осыларында фандар көп. Жүрістер, моторлар, қызулары да басқаша бұлардың. Екеуін апарып саттым. 30.000 миль, 4-4, 15.800 сұрап тұр. Нешінші жылғы мынау кетіп тастапты ғой. Енді шынын айтқанда мен бұлай енді нормальный. Өзіме қатты ұнамады енді. 20-шы жылғы екен. Электронный іштері әдемі. Осылардың люктері қызық. Не люк емес, не панорама емес. Полторашка. Бағасы осындай. Неге саудаласады бұлар? Барлық саудасын түсіріп аламыз. $1000, $2000 дейін түседі, кейбір қымбат машиналар $3000 дейін. Осылай достар. Мына бір BMW-ның боковойынан бастағым кетті да, қараш. Қапталынан қарағанда қандай әдемі. Дискі. Миска дейсің ғой. X6 M пакет. Айғыр ғой, $36.000 сағып тұр, проектісімен 65.000 миль жүрген. 15 жылға 3 көлем. Ашылмайды екен, өкінішке орай. Подогрев бар, бірақ обдув жоқ бұда. М-руль екен. Дерзкий, BMW X6. Мінген дұрыс қой. Осындай көліктерді мінген дұрыс негізі. Әрқайсыларына бұйырсын. Мынау X5-ті қара. Бұл да бір ерекше екен алды. М-бампер. Полный 360 камерасымен. Проектісімен 38.000 сұрап тұр. 75.000 жүрген. Панорама. Ашық тұр екен есігі. 15 жылға. Қаншама регулировка. Так, обдуфымен, подогревмен бар екен. Негізі қара салон енді өзіме ұнамайды, қара потолок, алькантара. Маған более светлый салондар әдемі. Туф, мынаны қара. Мынау не, ақ бірінші? Ақ мына есігі басқаша сияқты. 27.000 сұрап тұр, но пятерка. Қап қара. Проектісімен 15.000 сұрап тұр, 15.900, 2016 жылға. Қоңыр екен, қоңыр шоколад. Еперсіз свет екен, негізі. Старт-стоп бесключевоймен. Проектісімен комплектация жақсы екен. Мынау міне G30 дейтін көлік. 543 көлеммен 2019 31.000 миль. Люкпен тек. Солай. Так, мына бір Мерсуханы көрейік енді. 51.000 миль сұрапты. $51.000 сұрапты ма? Ё-май.
26.000 миль. Үштік көлем АМГ екен, 19 жылғы. Полный панорама. Спортивный орындықтары. Ё-моё. Улет. Е53. 4 глушак. АМГ. Мерстердің бағалары осы міне. АМГ руль. Рульдің өзі не тұрады дейсің ғой. Мерседес. Міне арзан Сиена. 9800 сұрап тұр. 13 жылға 160.000 миль жүрген. 3/5. Люк жоқ. Есіктер электронды ашылады. Плавающее сиденье, кожа. Тап-таза екен. Әдемі. Полный. Задний удар. Удар мына жерден болған. Подушка ештеңе ашылмаған. Дөңгелектерін сразу ауыстыру керек. Тырс. Бірінші очередь. 30% бар ма жоқ па? Тырс. Ашылады. Тап-таза негізі. Бағасы да әдемі. Хабарласыңдар. 9800 түсіп береді шығар бұдан да. Код керек болса жібереміз. WhatsApp-қа хабарласыңдар. Мінекей Элантралардың қатарына келдік. Toyota Camry'ден тойды бәрі уже. Элантрадан тойдырамыз қазір. Точно бағасы мен барлығы тұры әдемі. 70.000 миль 2019 жылға $10.300. Екілік объем. Так. Дискісі, титанкісі бар екен. Кілтпен қызат. Оның алдында кузов Элантра. $9.200. 77.000 миль жүрген 2017 жылға екілік көлем болды. Барлығы оригинал, алдыңғы капоттары. Титанкімен. Так. Тағы. Элантра 2019 екілік көлем 9.576.000 миль жүрген. Кілтпен қызат. Монитор бар. Задний камерасымен. Анда жерде кнопка бар кейбіреуінде. Так, тағы Элантра. Камриге әбден үйренген, ауыз тек Камри дейін деп тұр ғой. Мынау $9.000 дейді. 84.000 миль жүрген 2019 жылғы. Так, 2 литр мынау да 10.500 қара түс титанкісімен. 72.000 кілең 70-80 мильмен тұр мына жерде. Барлығы. Барлығы кілтпен қызат, бескілтеуі досу жоқ. Титанкісімен. Задний камерасымен. Ал енді мынау арзан түрі. 19-18 жылғы кузовтар. Простой. Титанка емес, қалпақпен тұр. $8.700. 19 жылғы 72.000 миль жүрген. Арзан кәдімгідей. Мына жақта санаталар тұр. Мына кілең Элантралар. Мына Kia K5 тұр екен. Мына көрейік бағасы қанша екен. Осындай түстер әдейме. 1.6 2021 жылға 30.000 миль жүрген $21.000. Так, 20 уже болмайды уже бізге. Іші қызыл салонмен жақсы екен. GT Line. 1.6 турбо бола ма? Бұлар сонда 1.6 болғанда. Так, АВД 4 дөңгелек тебеді. Негіз жерге 22 алған жақсы. Көре берейік бұлай қарай. Яқта кілең Camry болып кетті уже. Ар жақта Audi. Мына бір 55-тіктің бағасын көрейік. $12.000 сұрап тұр. 71.000 миль жүрген 17 жылғы. Капот оригинал мынада. Мен дұрыс көліктер әкелетін сияқты мына. SE комплектацияда. $12.000 сұрап тұр. Қандай көлік қызық. Көрейік. Көр десеңіз. $70-тіктер тұр мына жақта. 20 жылғы
40 000 миль, 20 000 доллар. 20 500 ғой, точнее. Саудасын түсіріп беруге болады жатып. Ақтауға жеткізіп беру достар 1500 доллар болып жатыр. Ақтауға тұруға дейін. Обеспечениесі барлығы ішінде. Яқта да 50 естер тұр екен, 12.900 дейді. 13 000 миль жүрген дейді ма? Дым жүрмеген ғой мынау дәке. Оригинал ма еще? 12.900 дейді. Мына XL ма, L ма? L сияқты простой комплектация 11.500, 119 000 жүрген екен. Немістің көліктері бір қатар. Mercedes, BMW, Audi деген сияқты. Так. Мынау Audi A6 көрейік 17 жылғы. 20 000 доллар сұрап тұр. Екілік көлеммен 17 жылғы люкпен. Бесключевой доступ. Іштері ақ салон екен әдемі. Audi кумирлері бар ғой кәдімгідей. Audi десе өлетін. Дерсізге? Яқта қарасы тұр, қара Audi. Қара салон, шикалат екен, іші шикалат. A7 15.514 жылғы 83 000 жүрген. Люкпен Мерседесті көріп жіберейік. 2 литр турбо 34.500 доллар 47 000 миль. E318 жылғы. Түгіл монитор емес екен, алды. Аналоговый. Қара салон. Негізі немістің кожаларымен, мысалға Lexus'тың кожалары маған салғанда, мысалы Lexus'тың кожалары ұнайды. Жұмсақ әдемі да? Мықты. Мыналардікі бір түрлі қара, уже андай сынып өтірік кожа ұқсап жатыр да, пластмасс сияқты. Мерс дейді. Lexus'ке жетпейді жаңа материалдар. Так, деп қойып, мына жақта Lexus RX-тар тұр екен. Түсіріп кетейік. Қып-қызыл түс екен, әдемі F-Sport, 2-лік турбо, NX 2020, 52 000 миль, 20 500 сұрап тұр. Енді историяларын жақсыларын тауып береміз, достар. 1500 долларға Ақтауға дейін жеткізіп береміз. RX 350 проекциясымен тұр екен, 3/5 көлем, 40 000 доллар сұрапты 21 жылға. 5 000 жүрген екен бар жоғы. 21 болса бізде первичка әлінесіздер. 22-ден бастап алу керек первичка төлемеу үшін. Мынау 43 000 сұрапты 20 жылға. Мынау старый кузовтар гибрид дейді, 450H 3/5 гибридпен 12 500 11 жылға 182 000 жүрген километрмен. Іші аппақ екен. Подогрев сиденьесімен. Достар, егер керек болса, Америкадан да отып бере аламыз біздер. Услуга 500 доллар. Америкадан аукционнан отып береміз, Грузияға дейін жеткізіп беру енді ол бөлек төленеді. Сол келуіне дейін отып беріп, жауап береміз, 500 доллар. Осымен түсірілімді аяқтаймыз. Міне Грузиядағы 24 жылғы бағалар өзгерген ба, комментария жазып кетіңіздер. Және қандай көліктер түсірілмей қалды, сонда жазып кетіңіздер. Келесі видеода солар шығаратын боламыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар.